Сәлем балалар. Ағылшын тілі People's Book 3-ші үйінттің 1-ші сабағы 31-ші бет. Exercise 1. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз, көрсетеміз және қайталаймыз. Яғни бұл жерде family tree берілген, отбасы, яғни шежіре деп айтамыз ғой, отбасы ағашы. Бұл жерде grandpa бұл ата, grandma бұл әже, dad бұл әке, mom бұл ана, brother іні немесе аға, sister әпке немесе қарындас. Сіңлі болды мүмкін, Ал енді мына астында сөйлемдер берілген. This is my brother, бұл менің інім. His name is Қанат, оның есімі Қанат. Is this your sister? Мынау сенің сіңлің ба, қарындасың ба? What's her name? Оның аты кім деген сияқты. Келесі екінші ато draw, talk with your friend. Суретін сал және досыңмен сөйлесет. Яғни өзіңіздің отбасыңыздың суретін саласыз. Одан кейін класстасыңызбен сұрақ-жауап жасайсыздар. Мысалы, who is this? Мынау кім? My dad, менің әкем. What's his name? Оның аты кім? Дамир. Яғни, бізде отбасыда кім деп сұрау үшін who is this деп айтамыз. Одан кейін жауабында my dad, mom деп кім екенін айтасыз. Одан кейін what's his, her name? Егер ер кісі болса his, егер әйел кісі болса her болады. Енді тура сол бойынша қалғандарында жасайық. Мысалы, отбасыңыздың суретіңізді салған кезде әкеңіз бар, анаңыз бар, соларды мысал ретінде жасап кетем. Қалғандарын өздеріңіз қосып алсаңыздар болады. Who is this? My mom. What's her name? Нұрсұлу. Who is this? My sister. What's her name? Аруна. Who is this? My brother. What's his name? Санжар деп осылай жасап кетсеңіздер болады. Келесі үшінші жатту. Put the lines in order. What is the poem about? Мына өлеңнің қатарларын ретімен қойып шығамыз. Өлең шумақтарын ретімен қойып шығамыз. Және өлең не туралы екенін айтамыз. Мысалы, мені бірінші family is fun. Always together. Екіншісі болады. Mom, dad and me. Үшіншісі болады. In my happy family болады. Love is family. 5. Және yes, it is болады. 6-сы. Яғни бұл жерде family сөзі шығады. Бас әріптерінен қарасаңыздар family деген сөзі шығады. F-A-M-I-L-Y. Family деген сөз шығады. What is the poem about? Өлең не туралы? The poem is about family. Өлең отбасы туралы. Осымен бірінші сабақтың барлық тапсырмалар орындалды. Сау болыңыздар.